Саламатсыздар ма, студенттер? Ұлттық руханият пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісті жүргізуші Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі Ұлықпанова Әлия Жолдасқалиқызы боламын. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы фольклордың халықтық тағылымы деп аталады. Бүгінгі дәріс барысында төмендегідей тақырыптарды қарастыратын боламыз. Біріншіден, фольклордың танымдық, эстетикалық және утилитарлық, яғни қолданбалы қызметі. Екіншіден, қазақ фольклорының поэтикасы мен тарихилық сипаты. Ең алдыменен осы бүгінгі таңда қолданыста жүрген фольклор және қазақ халық ауыз әдебиеті дейтін терминдерге тоқтала отырып, осы ауыз әдебиеті біздің қазақ халқының ата-бабамыздың ежелгі заманнан келе жатқан өркениеттілік танымдық белгісі екендігін атап өткіміз келеді. Белгілі ғалым, академик Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың айтуы бойынша, қазіргі таңда ауыз әдебиеті деген термин қазақтың ежелден келе жатқан жыраулар мен ақындардың ауызша шығарып, ауызша орындап, ауызша таратқан төл туындыларына қатысты екендігі анықталды. Сөйтіп, қазақтың ұлттық өнері үш түрден, үш топтан тұратыны белгілі болды дей келе, төмендегідей бағыттарды атап көрсетеді. Соныменен ұлттық сөз өнері: бірінші фольклор, екіншісі ауыз әдебиеті, үшіншісі жазба әдебиеті дейтін үлкен үш бағыттан тұрады. Осы орайда біз айта кетуге тиістіміз, қазақ халқының өнерін, сөз өнерін зерттеуші ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған. Сонымен бірге ғылым мен мәдениетте халық шығармашылығы, халық поэзиясы, халықтың ауызша сөз өнері дейтін атаулар да осыған жақын мағынада қолданыста. Бұл фольклор дейтін сөздің қолданыс табуы ең алғаш рет 1846 жылы ағылшын ғалымы Уильям Томс ұсынған. Фольклор ағылшын тілінен алған уақытта фольк халық, лоре білім, даналық дейтін ұғымды білдіреді. Бұл фольклор дейтін сөз ауыз әдебиеті атауы үшінде халықаралық ғылым атауы ретінде орныққан. Ал осы фольклордың өзі есте жоқ ескі рулық заманда туып, біздің дәуірімізге жетіп, бүгінгі мәдениетіміздің бір бөлігі болып отыр. Енді біздер халық даналығы болып табылатын фольклордың негізгі белгілеріне тоқталайық. Фольклор ең алдыменен ол синкретті, көп функциялы руханият. Синкретті дейтін сөз грек тілінен аударған уақытта бір басына бірнеше өнерді тоғыстырған, қабыстырған деген ұғымды білдіреді. Соныменен фольклордың синкреттілігін танытатын мынандай өнердің түрлері бар. Ол ең алдыменен фольклордың бойына ауыз әдебиеті, халық әні, халықтың күйі, халықтың биі және халықтың театры барлығы тоғыса келе фольклорлық үлкен өнер болып табылады. Барлығымызға белгілі, фольклор сан ғасырдан бері тәрбиелік мақсатта пайдаланылды. Халық өзінің ертегілері, батырлық жырлары, ғашықтық дастандары арқылы жас ұрпақты адамгершілікке, ізгілік қасиеттерге тәрбиеледі. Сондықтан фольклордың осы орайда қандай қызмет атқарғаны, яғни қолданбалы функциясы бар екендігінде біз білеміз. Ал фольклордың утилитарлық қолданбалы функциясы деген уақытта оның эстетикалық тәрбие беретіндігін және халықтың небір тарихи даму жолындағы түрлі әдет ғұрып, салт дәстүрді бойына жиған көңіл көтеру, сейілдік функциясында атқаратындығын біз ескеруіміз қажет. Міне осылардың барлығынан фольклордың функциясының сан түрлі екендігі, көп түрлі екендігі анық танылып отырады. Бүгінгі таңда біздер фольклорды ата-бабамыздың ежелгі дүниетанымын танытатын, мәдени әдеби мұрасы болып табылатын өркениеттің үлкен құрамдас бөлімі деп білеміз. Фольклорлық өнер атаулының барлығы
сан ғасырдың жемісі. Өйткені ол ауыздан ауызға, атадан балаға ауызша түрде жетіп, ауызша тарап, күні бүгінге дейін келіп жеткен. Сондықтан сан ғасырдың белгісі фольклорлық шығармалардың бойына жинақтағандықтан, ол көп қатпарлы, көп сатылы, көп мағыналы, көп қырлы болып табылады. Фольклорлық шығармалар арқылы ата-бабамыздың бүкіл әдет ғұрпы, салт дәстүрі, дүние танымы, ежелгі замандағы сәбилік сана сезімі және сол сана сезімнің ғасырлар бойы өсіп отырғандығын, дамып отырғандығына бірден бір белгі болып табылатын шығармалар осы фольклор болып табылады. Фольклор бір жағынан қазақ халқының өмір сүру тұрмысының белгісін танытатын ірі бөлшегі. Фольклор атаулының фольклорға жататын өнер түрлерінің қай-қайсысы да адамның өмір сүру тіршілігімен қабысып жатты. Фольклор бір жағынан утилитарлық функция орындайды, яғни ол тұрмысқа қызмет етті және бір қажетті істі атқарды. Мәселен, адам баласы дүние есігін ашқан уақытта өлең жырмен өмірге келетін болса, Абай ақын айтпақшы, өлеңменен өмірден өтеді. Яғни, өмір сүру салтының мейлі ол үйлену ғұрпы кезінде, немесе жерлеу рәсімі кезінің өзінде фольклорлық шығармалар айтылады. Яғни, бұл тұрмыстың бір құрамдас бөлімі, бөлшегі болып табылады. Фольклор сөз өнері тұрғысынан ғана емес, фольклор халықтың қолданған бұйымы, киген киімі, ат әбзелі, ою сырмағы, яғни қолөнер, сондай-ақ әні, биі, күйі, бұлардың барлығы халық үшін қызмет етті. Халық өздері өмірге әкелді және өздерінің өмір тіршілігінде пайдаланып отырды. Сондықтан фольклордың бұл қызметі утилитарлық, қолданбалы функциясы болып табылады. Біздер міне фольклордың жалпы көп қырлы, көп қатпарлы, көп сырлы екендігіне бірден бір дәлел, оның ауыздан ауызға сан ғасыр бойы атадан балаға ауызша тарағандығын, сөз өнері ретінде ауызша жеткендігін ескерткіміз келеді. Осы орайда фольклорды сөз өнері ретінде қарастырған уақытта, оның халық поэзиясы ауыз әдебиеті ретінде бірнеше жанрлық түрлері келіп туындайды. Бірінші түрі ол тұрмыс салт өлеңдері. Тұрмыс салт өлеңдері өзінің атынан байқалып тұрғандай, қазақ халқының сан ғасырлық өмір сүру салтындағы әдет ғұрпымен, өмір сүру салтымен байланысты дүниеге келген өлең жырлар болып табылады. Тұрмыс салт өлеңдерінің өзі біріншіден төрт түлік мал туралы өлең жырлар, әдет ғұрпқа, еңбек шаруашылығына, діни наным сенімге байланысты туындаған отбасылық ғұрып фольклоры және шаруашылық ғұрып фольклоры сынды бірнеше түрлерге бөлінеді екен. Тұрмыс салт өлеңдері арқылы қазақ халқы өзінің қандай нәрсені ғұрып ретінде тұтынатындығы, қандай нәрсені әдет салт ретінде танытатындығын байқатып отырады. Ал мақал мәтелдер мен жұмбақ жаңылтпаштар бұлар фольклордың шағын жанрлары болып есептеледі. Мақал мәтелдер 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні есебінде қазақ халқының сан ғасыр бойы өмір сүру салтынан, көрген білгенінен өмірден шығарған қорытындысы жас ұрпаққа айтқан өнегелі нақыл сөзі болып табылады. Мақал мәтелдердің тақырып аясы сан алуан. Жалпы адам баласына, жас ұрпаққа тәрбие тағылымын беруде қазақ халқы өзінің небір кесек ірі ойларының барлығын мақал мәтелдердің аясына жинақтап отырған. Сол секілді фольклордың шағын жанры болып табылатын жұмбақ жаңылтпаштардың өзіндік тәрбиелік бір орны бар. Мәселен, атам қазақ баласы жұмбақ айту арқылы жұмбақты айтушы және жұмбақты шешуші адамның өзінің логикалық ойлау жүйесінің байитындығын, дамитындығын көруімізге болады. Ақыл ойының толысуының бір сатысы есепті бағалауға да болады. Ал жаңылтпаштар арқылы біріншіден
қазақ баласы әртүрлі көңіл көтеру кештерінде, бастаңғыларда, жастардың жиылған жерлерінде бір-біріне жаңылтпаш айтқызатын болған. Қазақ халқы екі ауыз сөздің басын құрап өлең шығармаған, әу деп ән шырқамаған адам болмаған. Ал ондай ән айта білмеген, немесе өнердің ешбір түрін білмеген адамдарға сондай бастаңғы кештерде жазалау шарасы ретінде жаңылтпаштар айтқызатын болған. Жаңылтпаштар бірнеше көркем ойдың кесек-кесек тездетіп айтылуы. Ал осындай айта алмаған жағдайда оны жазалап, күлкіге айналдырып, келекеге айналдырып отырған. Және осы орайда бір ескеру керек, жаңылтпаштар тіл кемістігі бар балалардың тілін түзету үшін әлі күнге дейін әдістеме тұрғысынан пайдаланылып жүр. Ауыз әдебиетінің ендігі бір үлкен саласы олар ертегілер, аңыздар, шешендік сөздер. Ертегілердің өзі тұрмыс салт ертегілері, қиял ғажайып ертегілері, хайуанаттар туралы болып ертегілер ретінде жіктеле келіп, ертегі дейтін сөздің өзінен байқалып тұрғандай, өте көне замандағы ерте уақытта болған халықтың өмірге дейтін көзқарасы, жаратылыстың сырын түсінбеген уақытта неге түрлі маусым ауысады, неге қар жауады, немесе осындай қиындықтан қалай құтылуға болады дейтін ұғымның барлығы ертегілердің бойына жинақталып отырады. Ертегілердің көпшілігі міндетті түрде жақсылықпен аяқталып, адам баласының бір үлкен өмірден сенім күткен, болашаққа үміт артқан ұлттық табиғатымызды танытады. Ал аңыз әңгімелердің өзі халықтың рухани бір зор мұрасы есепті. Өйткені тарихи тұлғалар туралы, тіпті тарихи қаланың орындары, не болмаса қазақтың өнерінің үлкен бір көзі болып табылатын күй аңыздары туралы, жер су атаулары туралы аңыздардың барлығы қазақ халқының тарихи мекендік бір жазылып кеткен шежіресі есепті. Шешендік сөздердің өзі қазақ халқының шешендігіне елітпеген адам баласы жоқ деуге болады. Қазақ даласына келген 19 ғасырда ағартушы, саяхатшы ғалымдардың көпшілігі мынау 6 жасар баладан 60 адамға дейін тақпақтап өлең айтқан, сөзге қандай шешен халық деп ерекше табынған екен. Сондықтан қазақ халқының сөз өнерінің бірден бір асыл мұрасы ретінде танылатын шешендік сөздердің бүгінгі таңда да өзіндік орны орасан зор. Ал енді қазақ халқындағы ең негізгі бір үлкен мұра ол эпостық жырлар. Эпостық жырлардың өзі батырлық дастандар, ғашықтық дастандар, тарихи жыр деп түр-түрге бөлінеді екен. Батырлық дастандарда негізгі басты тақырып елдің ішінен шыққан ер жүрек батырдың елді ерлікпен қорғауы. Басты тақырып міне осы. Ал ғашықтық дастандардың басты тақырыбы махаббатқа, жастардың адал сезімі, сүйіспеншілікті жырлау, махаббатты жырлау болып табылады. Тарихи жырлар бұл қазақ халқының Абылай хан, Кенесары Наурызбай, Исатай Махамбет, Олжабай батыр, Бөгенбай батыр, Кенесары Наурызбайдан бастап небір түрлі тарихи жырлардың қомақты зор мұрасы қазақ халқында ерекше қазына болып есептеледі. Зерттеуші ғалымдардың айтуынша, күні бүгінде қазақ халқында 600-ден астам эпостық жырдың түрі сақталған. Бұл өте көлемді цифр. Ал енді ауыз әдебиетіндегі ең бір ерекше айтыс, синкреттілік сипатты танытатын айтыстың қазіргі таңда да алатын өзіндік ерекше белгілерін біз жақсы білеміз. Айтыс қазақ халқының сөз өнеріне ерекше дарындылығын, өнер десе ішкен асын қоятын халықтың ұлттық танымдық ерекше болмысын көрсетеді. Фольклорлық шығармалардың қай-қайсысы да қазіргі таңда біздің мәдениетімізбен, өркениетті өмірімізбен өте тығыз байланысты. Академик Қасқабасовтың айтуы бойынша, қазіргі кезде фольклорлық шығарма мен профессионалдық музыканың арасында байланыс бар. Фольклор және театрдың, фольклор және киноның, фольклор мен әдебиеттің арасында өте тығыз байланыс бар. Осыларды таратып айтатын болсақ, бүгінгі таңда
фольклорлық шығармалардың араласпайтын өнер саласы жоқ деп айтсақ артық айтқандық болмас. Мәселен, фольклор мен профессионалдық музыканың байланысына келетін болсақ, халық әндері өңделеді, солардың негізінде жаңа музыкалық шығармалар жазылып жүр. Халық әндерін симфониялық оркестрде, музыкада пайдалануда. Ал енді фольклор мен театрдың байланысына келетін болсақ, қазақ театры бүгінгі күнге дейін әсіресе эпос жанрын кеңінен сахналап, көптеген ертегі аңыздардың желісінде спектакльдер қойып келеді. Сондай-ақ опера, балет театры, қалқаман мен мамыр, қамбар батыр секілді фольклорлық мұраларды көрсетіп жүр. Ал фольклор және киноға келетін болсақ, қазақ кино өнері бұл халық ауыз әдебиетінің мұрасын әрине бастау бұлақ ретінде пайдаланатындығын айта кеткен орынды. Қазақ киносының классикалық шыңы болып есептелген Қыз жібек кинофильмінің негізгі желісі әрине халық ауыз әдебиетіндегі Қыз жібек пен Төлеген ғашықтық дастанынан алынды. Ал фольклор мен әдебиеттің байланысы бұл әрине кеңінен жолға қойылған. Тіпті 20 ғасыр басынан бастап-ақ жазып әдебиетінің классиктері Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Мағжан Жұмабаевтың кейбір шығармалары халық әдебиетінің сюжеті негізінде жазылғандығын біз жақсы білеміз. Соныменен біздің ұлттық руханиятымыздың негізгі бастау көзі бұл фольклор дейміз. Осы орайда белгілі зерттеуші ғалым, академик Рахманқұл Бердібайдың мына бір тұжырымды пікіріне тоқталып өтсек. Зерттеушінің айтуынша, қазақтың лирикалық өлеңдерінен эпостық шығармаларына дейінгі жанрлары музыка сазымен көркемделіп айтылған. Әйтсе де, қазірде зерттеушілер бірде-бір эпос мәтінін оның музыкасымен қатар тексеріп көрген жоқ. Ал ауыз әдебиетінің мұраларын толық танып білу үшін фольклордың этнография, тарих ғылымдарымен байланысын тексерген жөн. Фольклордың синкреттілік болмысы сонда ғана айқындалады. Ал фольклорды сөз өнері деп қарау ауыз әдебиетінің сыры мен тереңіне бойлатпайды дейді. Шындығында да фольклордың, мәселен, үйлену ғұрып фольклорына тоқталатын болсақ, немесе жерлеу ғұрпына байланысты айтылатын, көңіл күйіне байланысты айтылатын фольклорға келсек, оларда ешқайсысы құр сөз күйінде айтылмайды, әнімен, әуенімен қатар жүріледі. Не болмаса, тұрмыс салт жырларының негізгі бір бөлігі болып табылатын ұлыс жырлары, наурыз туралы өлең жырларды алатын болсақ, олардың барлығында да салт дәстүрдің көрінісі, халық театрының алғашқы белгісін танытатындай, барлығы да өнердің түрлі саласымен байланыста көрінеді. Сондықтан фольклордың синкреттілік сипатын тану үшін бүгінгі таңда ұлттық руханияттың түп тамырын тексеру үшін жан-жақты зерттеп тексеру керектігі міне осы арада айтылып отыр. Соныменен фольклорды зерттейтін ғылым саласын фольклортану деп атаймыз. Фольклортану бірнеше ғылым салаларымен байланысты. Атап айтқанда диалектология, этнография, музыка, педагогика, психология, тарих және философия сынды ғылым салаларымен тығыз байланысты. Сөз соңында ежелден келе жатқан фольклор жоғарыда айтып өткен бірнеше белгілерді әдебиеттен бұрын өмірге әкелген, пайдаланған деп сөз қорытамыз. Сол себепті де фольклор әдебиеттің бастауы, бірақ ол әдебиеттің өзі бола алмайды. Әрбір фольклорлық шығарма халықтың салт дәстүріне негізделіп, халыққа кең тарайды. Сан тарау нұсқалары бар, ауызша айтылған авторсыз туынды болып есептеледі. Дәріс сағатының соңында төмендегідей тарапта бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Қазақ халық әдебиетін зерттейтін ғылым қалай аталады? Фольклордың утилитарлық қызметі дегенді қалай түсінесіздер? Халық әдебиетінің көп қырлы болмыс бітімі мен синкреттілігі туралы ұғымға анықтама беріңіздер. Осы сұрақтарға практикалық сабақ барысында жауап беріп, кері байланысқа шығуларыңызды сұраймыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты әдебиеттер тізімі мен электронды ресурстардың сілтемесі беріліп отыр. Бұл әдебиеттердің электронды нұсқалары сондай-ақ біздің кітапханамыздың арнайы сайтында тіркелген.
Осыменен ұлттық руханият пәні бойынша бүгінгі дәріс сағаты аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.